Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы номері 7 мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Карина Айым Бөлеген қызы боламын. Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз 10 сынып Қазақстан тарихы, Қазақстандағы этногенез және этникалық процестер. Сабағымыздың оқу мақсаттарына келетін болсақ, Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін антропогенез, этногенез, этнос ұғымдарын пайдалану, этникалық процестердің сабақтастығын анықтай отырып, Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдерін айқындау, ал сабағымыздың мақсаттары Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін антропогенез, этногенез, этнос ұғымдарын пайдаланамыз және этникалық процестердің сабақтастығын анықтай отырып, Қазақстан аумағындағы этногенездердің кезеңдерін айқындайтын боламыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын этнос, этногенез, антропогенез терминдерін есімізге түсірейік. Этнос бұл халық, ұлт деген мағынаны береді. Этногенез этностың шығу тегі және оның өткен уақыттағы дамуы деген мағынаны береді. Ал антропогенез қазбалардан табылған сүйектер негізінде адамның биологиялық түрінің шығу тегі мен эволюциясын зерттейтін аспект. Енді алдымен үй тапсырмасын есімізге түсіріп алсақ, эндогамия. Эндогамия бұл өз этносы шегінде ғана неке құру мағынасын береді. Ассимиляция. Қоныс аударушылар жергілікті халыққа өз этнонимін, тілін күштеп тану және иммигранттар топтарының қосылуын білдіреді. Интеграция. Әр текті бөліктердің біртіндеп жақындасуынан, қосылуынан болатын тәсіл. Бұл не тайпалардың бірігуі, немесе жаулап алу арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Оқушылар, енді қазақтардың этногенезінің ерте кезеңдеріне тоқталсақ, біріншісі этногенездің финно-угорлық кезеңі, екінші этногенездің үнді-европалық кезеңі, үшінші қарасұқ мәдени қауымдастық кезеңі, төртінші сақтар, бесінші юджилер мен үйсіндер, алтыншы қаңлылар. Антропологиялық зерттеулер осы халықтардың сыртқы келбеті мен өмір салтын қайта жаңғыртуға мүмкіндік береді. Бұл этногенездің ғылыми дәлелдерін нақтылауға көмектесетін маңызды бағыт. Оқушылар, енді осы халықтардың Қазақстан жеріндегі мекендеген картасын құрап шықсақ. Бірінші, қаңлылар өмір сүрген аймақ. Бұл Сырдарияның орта ағысы. Келесі, юджилер мен үйсіндердің өмір сүру аймағы. Бұл шығыс және оңтүстік Қазақстан аумағы. Финно-угорлардың өмір сүрген аумағы. Орталық Азияның оңтүстігі. Үнді-европалықтардың өмір сүрген аймағы. Бұл солтүстік және орталық Қазақстан аумағы. Сақтардың өмір сүрген аумағы. Бұл Жетісу жері, оңтүстік Қазақстан және Арал теңізінің маңын мекендеген. Қарасұқ мәдени қауымдастығын қалдырушылар шығыс Қазақстан аумағын мекендеген. Құрметті оқушылар, ежелгі Қазақстан жерін мекендеп, қазақ этногенезіне қатысушы өкілдерге сөз берсек, экранға назар аударайық. Мен финно-угор халқының өкілімін. Менің тамырым тереңде ежелгі Орал таулар мен тайгалы ормандардың қойнауынан бастау алады. Менің ата-бабаларым аңшылықпен, балық аулаумен айналысқан. Бет сүйектерім жалпақтау, маңдайың кең. Бұл менің ұрпағымның мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан келбеті. Оқушылар, сіздерге тапсырма жылқыны қолға үйрету туралы аңыз ойлап табыңызда. Өкіл өзінің тапсырмасын берді, яғни жылқыны қолға үйрету туралы аңыз ойлап табасыздар. Дескрипторы
аңызда 5 тарихи дерек қамтылуы, аңызда жылқының қолға үйрету үдерісі сипаттау, аңызда кейіпкерлер оқиға желісі көркем тілде жазылуы және жылқыны қолға үйрету идеясын толық ашу. Келесі өкілге назар аударайық. Мен үнді еуропалық халықтың өкілімін. Менің келбетім еуропеоид нәсілінің оңтүстік тармағына тән, терім ашық, шашым қоңыр, көзім көгілдір. Ата-бабаларың егіншілікпен, мал шаруашылығымен айналысқан, өзен мен таудың бойында өмір сүрген. Тілім үнді еуропалық тілдер отбасына жатады, мәдениетім бай. Оқушылар сіздерге тапсырма, менің тайпамның болашақ ұрпаққа қалдырған мұрасы туралы ойларында айтыңыздар. Үнді европалық өкілде өз тапсырмасын берді. Оқушылар үнді европалықтардың болашақ ұрпаққа қалдырған мұрасы туралы. Дескриптор үнді европалықтардың тілі, мәдениеті, технологиясы туралы нақты дерек келтірілуі, мұраның қазіргі қоғамға, тілге, дінге, өнерге ықпалын талдануы, үнді европалықтар мұрасына сай 5 кемінде тарихи дерек жазылуы. Келесі өкілге назар аударайық. Мен Қарасық тайпасының өкілімін. Ата-бабаларым қола мен мыс балқытуды меңгеріп, табиғатпен үндестікпен өмір сүрді. Біз мал бағып, аң ауладық, өзен мен тау тіршілігіміздің тірегі болды. Келбетім күңбекеген қою қара шаш. Киімім аң терісінен, ал қолымда қоладан құйылған қару. Мен дала өркениетінің көшпенді жауынгермін. Оқушылар, сендерге тапсырмам бар. Қарасық тайпасының өмірі туралы баяндаңыздар. Жақсы, Қарасық тайпа өкілі де өз тапсырмасын берді. Қарасық тайпасының өмірі туралы баяндайсыздар. Дескрипторы Қарасық тайпасының өмір салты, мекен еткен аймағы, шаруашылығы сипатталуы, тайпаның тұрмысы, мәдениеті, салт-дәстүрі, қоғамдық құрылымы қамтылуы және де кемінде 5 тарихи дерек қолдана отырып, оқушы өз ой пікірін білдіреді. Сонымен қатар, біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Қазақстан жерін мекен еткен тайпалар, бұлар сақтар, юджилер мен үйсіндер, қаңлылар. Осы халықтардың кейіпкерге хат тапсырмасын орындасақ, яғни роль сіздер осы тайпалардың өкілі ретінде, аудитория оқушыларға естелік хат ретінде осы халықтардың қоғамдық өмірі, тұрмысы, тіршілігі туралы хат жазу сұралады. Дескрипторы нақты хат кейіпкерге бағытталған болу керек. Кейіпкердің тарихи кезеңі ескерілуі, хатта кейіпкерге сұрақ, пікір немесе алғыс айтуға да болады. Мәтінде кемінде 5 тарихи дерек қолданылу. Қазақстан аумағындағы этногенез бұл мыңдаған жылдар бойы жүріп жатқан күрделі тарихи үдеріс. Бүгін біз соның ерте кезеңдеріне тоқталдық. Ежелгі тайпалар мен халықтардың өзара әрекеттесуі, миграциялық қозғалыстар, мәдени ықпалдар мен тілдік өзгерістер этникалық құрамның қалыптасуына әсер етті. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.